Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда 20 қазаннан бастап жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін гранттар алуға өтінімдерді қабылдау басталады. Үнемделген қаражат есебінен барлығы 9 өңірде 270 грант беру жоспарланып отыр. Абай, Ұлытау, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан облыстары мен Шымкент. Гранттар қайтарымсыз негізде беріледі. Нысаналы мақсатты және бизнесті бастау және дамыту. Гранттың мөлшері 400 айлық есептік көрсеткіш болады. Әр қатысушы оны тек бір рет қана алады, делінген хабарда. Гранттар қайтарымсыз негізде беріледі. Нысаналы мақсаты жаңа бизнесті бастау және дамыту. Өтінім беру үшін қажет Тенгриньюс KZ тілшісі. Үнемделген қаражат есебінен барлығы 9 өңірде 270 грант беру жоспарланып отыр. Бизнес еңбек KZ порталына тіркелу, грант алу шарттарының сәйкестігін тексеруден өту, бизнес жоспар үлгісін жүктеп алып, оны толтырып және порталға енгізу, өтініш нысананы толтыру және ескі кілтімен қол қою, сондай-ақ мансап орталықтарының өзіне өзі қызмет көрсету аумақтарында халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып өтінім беруге болады. Грант алу үшін бірқанша шарттарды сақтау қажет. Тіркелген жұмыссыздар, жеке кәсіпкерлер үміткер бола алады. Бұл ретте үміткер төмендегі әлеуметтік санаттардың біреуі болуы керек. Мүгедектігі бар адамдар, қолданыстағы қандас мәртебесі бар адамдар, өңіралар, қоныс аударушылар, аз қамтылған отбасы мүшелері, көпбалалы отбасы мүшесі, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған адам. Үміткердің бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқиғандығы туралы 3 жылдан аспайтын мерзімде берілген сертификаты болуы тиіс. Грант қажетті құрал-саймандарды, еңбек құралдарын, технологиялық жабдықтарды, малдарды, жануарларды, құстарды, көшеттерді, бұталарды, тұқымдарды сатып алуға, орынжайларды жалға алу ақысын төлеуге болады. Гранттар тұтынушылық мақсаттарға, кредиттік қарыздарды өтеуге, жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға, жер учаскелерін сатып алуға, акцизделетін өнімдер өндіруге берілмейді. Гранттарды еңбек мобильдігі орталықтарының грант алуға үміткерлердің өтініштерін қарау жөніндегі ауданаралық және қалалық комиссияның шешімі негізінде береді. Үміткерлер өз бизнес жобасын комиссия отырыстарына таныстырады. Бұл ретте комиссияның әрбір мүшесі бизнес жобаларды бағалайды және бағалау парағын мынандай өлшем шарттар бойынша толтырады. Бизнес идеяның бәсекеге қабілеттігі, өткізу нарықтарының пысықталуы, бизнес жобаның қаржылық өміршеңдігі, кәсіпкерлік дағдылардың деңгейі, жаңа жұмыс орындарын құру. Осылайша, грант беру туралы шешім комиссиялық түрде және үміткерлердің бизнес жобаларының пысықталуын бағалаудың нақты өлшем шарттары негізінде қабылданады. Комиссия шешімі үміткердің порталдағы жеке кабинетіне жіберіледі. Комиссияның оң шешімі болған жағдайда үміткер банк деректемелерін ұсынады, шартқа қол қояды және одан әрі 90 сайын қаражаттың пайдалануы туралы есеп береді. Мұның бәрі еңбек мобильдігі орталықтары және филиалдарына бармай-ақ электрондық форматта жасалады делінген хабарламада. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Біз бақылауды жалғастырыңыз.